Қайырлы күн, оқушылар. Бүгін біз сендермен қышқылдар және олардың жіктелуі туралы өтеміз. Бір күні қоян орманда келе жатып лимон тауып алып тістеп көреді де, «Ту, қышқылын-ай» деп тастап кетеді. Сәл жүргеннен кейін қымыздық жапырағын көріп, оны да жеп көрмекші болады. Оны да, «Ой, қышқыл екен» деп тастап кетеді. Біраз жүргеннен кейін қымызды көріп, оны да дәмін көрмекші болады, бірақ ол да ұнамайды. Бұлардың бәрі неге қышқыл екен, бұның құрамында не бар деген ой туындайды. Біраз жүргеннен кейін аюды кездестіреді. Аюдан жаңағы өзін ойландырған сұрақтарға жауап беруін өтінеді. Ендеше оқушылар, біз қоян мен аюға қышқылдардың қалай бөлінетінін, жіктелетінін және неге ол жаңағы заттардың дәмі қышқыл болғанын қарастырайық. Қышқылдар, балалар, табиғи және минералды болып екіге бөлінеді. Табиғи қышқылдарға лимон қышқылы, сүт қышқылы, қымыздық қышқыл, қызанақ қышқылы жатады. Ал минералды қышқылдарға тұз қышқылы, күкірт қышқылы, азот қышқылы, фосфор қышқылы және тағы да басқа бірнеше қышқылдар жатады. Табиғи қышқылдардың дәмін татып көруге болады, ал минералды қышқылдарды дәмін татып көруге, иіскеуге жақын апарып болмайды. Олар теріні, қағазды және матаны күйдіреді. Сондықтан қышқылдармен жұмыс жасағанда қауіпсіздік ережесін сақтаған дұрыс. Сонымен оқушылар, қышқылдар дегеніміз сутегі атомынан және қышқыл қалдығынан тұратын күрделі заттар. Сутегі атомының санына қарай қышқылдар 1 негізді, 2 негізді және 3 негізді деп бөлінеді. Ал құрамына қарай оттекті және оттексіз деп жіктеледі. Мысалы, күкірт қышқылы 2 негізді оттекті қышқылға жатады. Ал фосфор қышқылы 3 негізді оттекті қышқылға жатады. Ал оттексіз қышқылдарға тұз қышқылы жатады. Ол 1 негізді қышқыл.